16 жылдық тәжірибесі бар медициналық және практик психолог Мұқатаева Айгүл Жаңабайқызы. Қазір мен Айгүл ханымды қосайын. Айгүл ханым, қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме? Сізді көріп отқаныма өте қуаныштымын. Рахмет. Бізге сұхбат беруге келіскеніңізге өте қуаныштымын. Рахмет. Бүгінгі бізде тақырып жастардың психологиялық дамуына әсер ететін факторлар. Сұрақ қоймастан бұрын мен сізге өзіміздің ортақтағы дәстүрлі сұрақты сізге қояйын деп едім. Карантин уақытында немен айналыстыңыз? Карантин уақытында? Иә. Карантин уақытында мен көбінесе марафон өткіздім. Жастарға, қыз-келіншектерге өкпе реніштерден арылуға. Себебі мына өкпе реніштің адамның ағзасына және өмірінің жабылуына көп ықпал келтіретін болғандықтан біздің өзіміздің жаңағы неміз сол карантин уақытында басталды. Оның үстіне Рамазан айына сай келді. Сондықтан сондай бір көмектесейік дедік. Одан қатар осы өкпе реніштердің адам ағзасына көп келтіретін зияны болғандықтан карантин кезінде рухани айналсын, дамысын деген сияқты сондай өзіміздің немізді өткіздік, марафондарымызды өткіздік. Ал одан қатар біз отбасында керемет творчествомен айналыстық. Біздің үйдің отағасы түрлі қолдан өнерлер жасады, оған балалар еліктеп, тоже папа мен де жасайыншы деген түрлі шығармашылықтардың бәрін қызықтадық. Бұрын айналыспайтын балалар көбінесе сабақ оқу дейтін үйде отырып, көбінесе сондай шығармашылық үй жасады, спичный коробкалерден, гордондардан кәдімгі үйшік жасады, кукла, шатыр жасады. Сөйтіп балалар күшті болып мәз болдық. Әйел адамның өзінің күнделігін кухняда творчество айналысумен кетті. Түрлі пирогтар пісіру, балаларды қуанту деген сияқты өте мәз болдық, өте тығыз болдық. Әсіресе балалар қуанды әке-шешесінің қасында үйде отырғанына. Енді өзіміздің тақырыпқа тоқталсақ. Біздің тақырыпты ашып өтсеңіз, жастардың психологиялық дамуына әсер ететін факторларды ашып өтсеңіз. Жастардың психологиялық дамуына ықпал ететін факторлар көбінесе мына біздің психикалық жерлеу былай қарап тұрған кезде бұрынға қарағанда сәл кішкене өзгеріс бар. Себебі біздер психикалық даму деп айтамыз. Психикалық даму. Көбінесе мына психикалық даму өте интеллектуалды даму ретінде, рухани даму жағында ғана өседі. Себебі қазір көп жастар біздің телефон, әлеуметтік желілерде көп отырады. Сондықтан оның ішінде пайдасы бар, пайдасыз да бар. Мысалы, оны қалай қолданып жатыр, оның бәрі әсер етеді. Біреулер просто уақыт өткізу үшін, қызықты кино қарау үшін, мода қарау үшін деген сияқты түрлі жаңағыдай вайнерлер қарайық деген сияқты өткізеді. Оған ештеңе демеймін, бірақ қазіргі таңда мына уақытқа келетін болса, уақытты тиімді дұрыс пайдаланбайды екен жастар. Осыны дұрыс тиімді пайдаланса, әрбір жастар өзінің қалаған мақсатына жете алады. Себебі ең бірінші мәселе қазір уақыт болып тұр. Жастар өздерін жас санағандықтан, өздерінің алдарында әлі де менің уақытым бар, бәріне үлгерем деген сияқты оймен жүре береді. Ал уақыт болса зымырап тез өтіп жатыр, көзді ашып жұмғанда уже 10 жыл, 15-20 жыл өтіп кетуі де мүмкін. Соның арасында биіктікке жетіп, қалаған армандарын жүзеге асырып үлгеретін уақыт бар.
Сол себептен әрбір жастарға мен айтар едім, сендер жыл сайын өздеріңіздің алдарыңызға план қойып отырыңыздар деп. План, жоспар, кәдімгі жоспармен отыратын. Биыл осындай оқу оқимын, осындай жерде қабілеттілігімді дамытамын, осындай жерде біліктілігімді арттырамын деген сияқты өздеріне көбірек тапсырмалар алатын болса, және сол планмен орындап, планнан қалған уақыты қалатын болса, онда демалып отыруға болады. Жаңағы керекті вайнерлерін қарап, қызықты киноларын қарап отыруға. Ең бірінші психологиялық дамуына ықпал ететін уақытты тиімді пайдалану керек. Екіншісі, осы өзіне план қою керек, және сол планмен, жоспармен қатал түрде өздерін тәртіпке келтіріп отыру керек, сақтап отыру керек. Біздер ештен етпес, біреу біз тексеріп отырған жоқ. Мына біздің қазақта мынандай мақал бар: әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Иә, сондай болатын болса, онда біз деген жүре береміз. Бізді ешкім тәртіпке салмаса, біз өзіміз тәртіпке салмасақ, біз үшін біреу жасап бермейді. Әрине, дұрыс айтасыз. Екі қолың, аяғың бар болса, денің сау болса, кез келген адам ұмтылса, бәрі жетеді. Уақыттың қадіріне жете біліңдер дейсіз ғой. Иә, уақытты қадірлеу керек қазіргі таңда. Көбісі өздерін жаспын дейді, әлі үлгерем, біні үлгерем деп жүреді. Біреулер махаббаттың жаңағы толқынында жүреді. Сөйтіп жүргенде бір жігітпен, екі жігітпен жүрген кезде тағы да күйге шығайын деп жүргенде ара 4-5 жыл өтеді да, сен соның арасында да күйге шығып отырып, тұрмыс құрып отырып, жеке өміріңді де бірге дамыту керек. Сіздің ойыңызша психикалық жетілу бұрынға қарағанда тез болып бара ма, әлде қазіргі жастарымыз тез жетілді ме деп ойлайды ма? Қалай ойлайсыз? Енді қазіргі заман интернет индустрия заман. Сол себептен әр заманына қарай жастар бейімделеді, әр заманға байланысты. Сондықтан ата-аналар біз сенің кезінде осындай болғанын деп айтудың қажеті жоқ. Ол кезде интернет болған жоқ. Ол кезде вообще заман басқа болды, былай қарап тұрған кезде, иә? Сондықтан салыстырудың өзі қажеті жоқ. Әр заманға байланысты жастар дамып отырады, қоғамға сай отырады. Мына біздің қазақта мынандай сөз бар: айналайын қатарынан қалма деген сөз. Қатарынан қалма деген сөз қазіргі таңда екінің бірінде ұялы телефон бар ма? Балалардың бәрінде ұялы телефон болу керек деген сөз. Жастардың қатарынан қалмау. Қазіргі жастар ұмтылып жатыр ма? Сен де ұмтылуың керексің. Қазіргі жастар өзінің біліктілігін дамытып жатыр ма? Сен де дамыту керексің. Осындай жағынан біздің жастар дамып жатыр. Бұрын қарағанда дамып жатыр. Себебі заман талабына сай біздер отыруымыз керек. Егер қазіргі 21 ғасыр заман талабына сай интернет, ғаламтор деген болса, ол бала ешқашан қолына сотый телефон ұстамаған бала, әке-шешесі бермейді, кітап оқы, кітапхана, ол бала кішкене өзінің қоғам ортасында бейімделе алмайды. Сондықтан өз сөзін жетіліп айта алмауы мүмкін, ұялшақтық болады, өзінің сол қатарластарынан бір төмендеу сезініп тұрады. Сондықтан ондай жастар міндетті түрде бірмен бірге даму тұру керек. Адамға қоғам керек. Сондықтан қазір айтамын, психикалық жетілу солай өз дамып жатыр, бірақ сонымен қатар мына деградация дейміз ғой, қазақша психологиялық тозу, ол да бірге қатар жүр. Сонда біздің қазір жастарымызда прогресс бар дейсіз ғой, жалпы? Жастарымызда прогресс бар, бая қарағанда уже бар, иә. Қазіргі жастарымызда неге агрессия басым болып бара жатыр? Оған қандай факторлар әсер етуде? Қазіргі жастарымызда неге агрессияға келетін болса, мынандай қазақтың мақалы есіне түседі: есегін неғұрлым жеңіл болған сайын соғұрлым жатаған дейді. Қазір не? Стиральный машина қосып тастайсың, бәрі пульт, сотка, баяғында жер жырту, әке-шешеге көмектесу, қазір ауыр жұмыс жоқ қарап тұрсақ. Неғұрлым бізде бәрі жеңіл болған сайын, біздердің адамның, жастардың психикасы көп талап ете бастайды. Ой, менде қазір машинам болғанда, менің қазір жақсы жұмысым болғанда, жақсы жалақым болғанда деген сияқты. И ол өзінің көңілінен шыға қоймаған, өзінің бола қоймағаны ашулы болып келеді. Мына айналадағы қоғамымызда әлеуметтік жағдайға байланысты карантин деп жатырмыз, иә? Бәрімізді үйге қамады, отырдық мысалға. Оның бәрі жастарға өте ауыр болып келеді. Себебі қазіргі жастар
былай айтсам еркіндікті қалайды, баяғы жастар сияқты емес. Сондықтан әрбір жастар еркіндікті қалайды. Әрбір жастардың еркіндігіне шектеу келтіріп көр, олар өз агрессиясын көрсетеді. Сондықтан қазіргі жастарымыз агрессияға не көрсетеді, себебі қазіргі таңда бәрі мүмкіншіліктер бар, әке шешелер қолдан келгенше балалардың бар қалауларын жасауға тырысып жатыр. Сондықтан бала кезден бастап балаларды кішкене ауыртпалыққа да төзімді қылып, осыған да шүкір, яғни адамда шүкіршілік, қанағат деген мол болған сайын агрессия аздау болады. Егер оқырмандарымыз сіздерді сұрақ мазалайтын болса, сұрақ қоюларыңызға болады. Жастарымызға кері әсер ететін факторларға тоқталсақ, бізге кері әсер ететін факторларға. Жастарымызға кері әсер ететін факторлар, иә? Иә. Жастарға кері әсер ететін факторлар қазір көбінесе біздің мына қоғамымызға байланысты бойындағы реніштер бір. Иә, реніш. Реніш, бұл енді жоққа шығармаймыз. Реніш біздің ойымыздағыдай болмайды ғой, реніш пайда болады. Жұмысымыздың біздің ойымыздағыдай болмайды. Жаңағындай қалағанымыз біздің ойымыздағыдай болмайды. Оның бәрі былай психологиялық реніштерге келеді. Біріншісі ол факторлар зиян ететін реніштер. Міндетті түрде шүкіршілікте, рақымшылықта көбірек жиірек жүру керек. Екіншіден, жастарымызға зиян ететін факторлар психоактивный вещество деп айтсам болады. Мына шылымдық, есірткі, темекі жоламаған дұрыс. Себебі бұл деген адамның теріс қылықтарын бойынан оята бастайды. Мүлдем соларда спортпен айналсын, шұғылдасын. Әрбір спортпен айналысатын жастарда ешқашан депрессия, стресстен ешқашан болмайды. Себебі адам дене қозғалысында белсенді жүру керек. Енді одан кейінгі бізде болатын факторлар көбінесе зиян келтіретін бізді қоғамымыздағы кез келген жағдайлар әсер етуі мүмкін. Стресс, шок, сондықтан сол жағдайлардың бәріне жастар дайын тұру керек. Өмір болғасын бәрі болады. Біздің ата-бабамызда көшіп қонып жүрген, ешқашан комфорт жоқ. Сондықтан комфорт емес, бұл өмір. Өмір болғасын ол қозғалыста, байланыстамыз бәріміз. Сондықтан ертең не болады, арғы күні не болады, оған ешкім сенімді емес. Бастысы адам өзіне сену керек. Екі қолың бар ма, жасай аласың ба? Жасағым келеді, жасай аламын, болды. Осындай кезде кез келген алдағы уақытта болатын кедергілерге олар психологиялық, моралды тұрғыда дайын тұрады, және оларға ол ауыр болмайды. Өмір болғасын болады, кризис болады, банкротство болады, те ойлағандай болмай қалады. Адамда сабырлық және кез келген жағдайға төтеп беріп отыру керек. Енді біз жастарымызды қалай біз жағымды психологиялық факторларға бет бұрғызсақ болады? Жағымдыға да? Жастарды жағымды факторларға бет бұру үшін спортпен айналысу керек біріншіден жастар. Енді спорттың түрлері бар, өздеріне ұнайтын сүйікті спортпен айналысу керек. Жастардың бәрін бір спортқа, конечно, салуға болмайды, әркімнің өзінің талғамы бар, соған бейімділігі бар, соған байланысты жастар спортпен айналысу керек. Екіншіден, шығармашылық. Кез келген жастарда шығармашылықпен баулап отыру, гитара айту, домбыра тарту, ән айту, билеу деген сияқты одан да көп шығармашылық түрлері бар. Шығармашылықпен айналысып отыру керек жастарымыз. Әр кез келген ісін шығармашылықпен айналысатын болса, оның жаны рахаттанып, өзің жайлы жақсы сезініп жүреді, және кез келген қиындық болсын, жақсылық болсын, өзінің бір қалыпты ұстап, көңілді жүреді. Сондықтан біздер оған спорт және жаңағы айтып кететін шығармашылық. Жастарымызды сонда курстарға, олар жастарымыздың сонда бос уақыты болмау керек қой. Курстарға бару керек, өнерге. Жастардың бос уақыты болатын болса, болмайды. Жастардың бос уақыты болатын болса, ештеңе істей алмайтын болса, бұл энергия шықпай жатыр адам бойындағы. Сондықтан бұл энергия теріс жаққа қарай кетіп қалуы мүмкін. Теріс қылыққа, теріс неге. Сондықтан ол үйге шаршап келіп, тағы да шығармашылықпен айналысуға, ләззатпен айналысып жұмысқа асығатын болса, ода ешқандай теріс қылықтар болмайды. Өмірінде де жағымсыз жайттар болмайды.
Сосын тағы бір жастарға айтып кететінім, қазіргі көпсі жастар қорқыныш, неден қорқады? Үрей басым. Жеңіліп қалам ба, үрей ғой, жаңағыдай бірдеме болып қалады, жеңіліп қалам, қателесіп қалам деген сияқты болады. Мен бұл жерде бір кеңес айтқым келеді. Барлық адамда қателесіп қалам деген болады. Барлық адамда. Бұл норма фактор деп айтсам болады, қалыпты фактор да. Адамбыз ғой бәріміз. Ертең не тұр алдымызда, не болады, біз білмейміз былай қарап тұрған кезде. Біз қазір білеміз, қазір кешкі асымызды жейміз ба, қазір не істейік деп жатырмыз, қазіргі білеміз. Көріп келе емес біз ешкім. Сол себептен бұл қателесу деген қорқудың қажеті жоқ. Қателесу керек адам. Қателесу мүмкіндік беру керек өзіне. Қателесе отырып, сен өзіңді шындандырасың, мықты қыласың, өзінің қателігінен сабақ аласың. Келесте қалай жасағаны дұрыс болатынын сенің қолыңнан келеді. Просто сын айтуға қорқамыз жастар көбінесе. Тиіп кетеді да. Біз қателесу арқылы біз өзімізге мотивация аламыз негізі қателесуден. Себебі мен мынандай сөз айтқым келеді. Сен қателестің бе, сүріндің бе, демек сен құладың деген сөз. Ал жүріп келе жатырған адам ғана құлайды, отырған адам құламайды. Сондықтан аяғын, шаның қақта, ары қарай мен жүріп келе жатыр екенмін, сол үшін құладым деп қуану керек. Ал егер қатты құладың ба, сен қатты жүгіріп келе жатсың деген сөз. Шанды қайтадан қақта, жаңағы бісміллә деп ары қарай жүгіріп кете бер. Бізге сұрақ келіпті, өз-өзіне көңілі толмайтын жастарға не айтасыз дейді? Өзіне көңілі толмайтын жастарға өзіне тым қатал қарамауын сұрайды. Сен өзіне еркіндік, бостандық өзіне берші сен. Сол кезде айналаң сен сөкпейді, кінәламайды, және сен өзіне көңілің толмаулығын кетеді бойынан. Ал жаман ойды қалай жеңуге болады дейді? Жаман ойды қалай жеңуге болады? Ол жаман ой, келген әрбір жаман ойға міндетті түрде ойша жауап беріп отыру керек. Себебі ойша жауап, оны тыңдамай қашуға, или болмаса естімеуге, тұншықтыруға болмайды. Ояна береді. Біздің әке шешеміз сияқты, ей балам қайда кетіп баратсың деген сияқты. Ту мама өзім білемін, анашым қойшы дей беріңсің, анаш не істейді анашы? Ұрсай береді, балам тоқта, қой деймін, балам қой деймін дей береді. Сол себепте жаман ойға міндетті түрде айту керек. Ойша сөйлеп отыруға болмайды енді, себебі сыртқы көзге біз кішкене ес алаң құсап көрінбеу үшін сол келген бойда дереу ойша жауап беру керек. Мен үшін алаңдаудың қажеті жоқ, менде бәрі жақсы, мен үшін алаңдама, маған сенуіңді сұраймын, менде бәрі жақсы болады. И сол кезде дереу жаман ойлар кетеді. Тағы сұрағымыз келіпті. Қателік жіберуден қорқам, не істесем болады? Деп сұрақ қойыпты. Қателік жіберуден қорқам, не істесем болады? Қателік жасап жатырған адамдарға, айналаңда болып жатырған, қателік жасап жатырған адамдарға кешіріммен қарашы, барлық адамдарға. Себебі сол арқылы сен өзіңді де босата аласың. Себебі біздер деген мына адам және біз біргеміз мына қоғамда. Сен адамдарды сүйе отырып, өзіне де құрметпен қарайсың. Адамдарды сыйлай отырып, өзіңді де сыйлатуды үйретесің. Сондықтан кез келген адамға қателесуге, қате айтуға, дұрыс емес болуға мүмкіндік беріп көрші алдымен. Сонда ғана сен өзінен бастайсың. Егер өзіне әлің келмесе, өзгелерден басташы. Сол кезде хотя бы сен өзіне әлің келеді. Және тағы да сұрақ, өзіңе деген сенімділікті қалай арттыруға болады? Өзіне деген сенімділік ол қаншалықты сен бұны қалайсың деген сөз. Егер сен шынымен де қаласаң, сенің арманың, былай айтқанда желание дейді ғой, ниетің қатты болатын болса, сен оны қолға аласың міндетті түрде. Ал сен оны балаша просто немесе қызығушылықпен ғана жасағың келіп или болғың келіп тұратын болса, ар жағында ниетің жоқ болса, сен ешқашан ол істі аяқтамайсың және соңына дейін жеткізбейсің.
әрбір ісінде бұл маған керек па, шынымен жан тәнімен керек па, әлде бұл қызығушылық па деп өзіңізді тексеріп көріңіз. Егер қызығушылық болса, ол іспен айналыспай қойыңыз. Ал шынымен жан тәнімен бұл сізге керек болатын болса, бұл менікі деп өзіңізге прям растап айтыңыз. Сол кезде сіздің сенімділігіңіз өзіңізге көтеріледі. Мына жерде жазып жіберіпті. Адамға деген ренішті қалай азайтуға болады дейді. Бұл сұрақ бағана бірақ қайталанған сияқты. Адамдарға деген ренішті қалай азайтуға болады? Адамдарды жақсы көру керек, біріншіден. Адамдардың бәріміз Алланың жаратқанын пендемізсіңіз. Алла демек ешкімді жаман қылып жаратқан жоқ. Сондықтан адамдарды сүю керек, жақсы көре керек. Реніш себебі ол түпкі санасында өзін кешірмей тұр, өзіне мүмкіндік бермей тұр. Сондықтан адамдарды кешіре сүйе отырып, оларға сену арқылы өзінің бойындағы реніштері кетеді. Негізінде ренішті адам ішінде сақтамау керек қой. Сақтамау керек ренішті. Жалпы реніш, мұны адамдарға реніш деп жатыр ғой, ол демек оған ұнамайтын сөз айналасында адамдар айтатын, жасайтын болып тұр. Оны неге ол әдемілеп жеткізбеске, өзінің құқығын қорғау керек адам. Бұл жерде ұрыс жоқ, керіс жоқ. Әпке, маған сонда қатты айттыңыз, маған тиіп кетті деп айтса, ол адам мәшімеде маған қатты айтып қойыппын ғой деген сияқты түсіне бастайды. Бұл өзі сезімтал екен деген сияқты. Сондықтан мәмілеге келе отыру керек. Сізге ұнамады ма, ренжітті ма, сол жерде іште сақтамай, сол адамға айтыңыз. Ол айту да өнер әрине. Көбісі қорқады осы жерде. Тағы сұрақ келді. Қазіргі кезде жастарымыз не үшін жаман әдетке құмар болып келеді дейді. Себебі жастардың мына недегі стереотип дейміз бе, әлі тәрбиедегі өте тәртіпті, өте дүзеу, бір қисықсыз деген сияқты бір түзеу жолмен өскен балалар, или сондай ұғымды басына сіңіріп алған балалар, сол прям стереотиппен, сол ұғыммен прям дәл солай сәйкес болғысы келеді. Ал жан еркіндікті қалайды. Сондықтан өздерінің теріс қылықтарға қалай барып қойғандарын өздері байқамайды. Бұның бәрі бейсаналық тұрғыда жүреді. Сондықтан кез келген адамға кішкене түзеу емес, арасында балаша ойнап қоюға, секіріп қоюға, күліп қоюға да өзіне мүмкіндік беріп отыру керек. Идеалды адам жер бетінде жоқ. Сондықтан идеалды болмаңыздар, идеалды. Періште емесіңдер, Құдай емесіңдер, сондықтан адамға бәрі жарасады. Айгүл ханым, бізге берілген уақыт 30 минут. Ол өз мәресіне жетті. Сізге үлкен алғысым шексіз. Бізге келіскен сұхбат бергеніңізге, сізбен бірге жақсы сұхбат болды деген сенімдемін. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.